Қайырлы күн достар, біз бүгін үй жағдайында өте қарапайым, оңай рецептпен өте дәмді чебурекелер дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ең алдымен чебурекенің тестасын дайындаймыз. Ол үшін електен өткізілген ұнымыздың үстіне 1 ас қасық тұзымызды салып, және 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, жылы сумен әдемілеп тестасын дайындаймыз. Июі қанғанша жұмсақ қылып, қолға жабыспайтын әдемі қамыр илеп 10 минутқа тындырып қоямыз. Осы уақыт аралығында арасына салатын салмасын дайындаймыз. Мен бүгін пюремен дайындайын деп жатырмын. Картошкаларымызды жақсылап ашып, жуып, осылай майда бөліктерге бөліп, үстіне суын құйып, бетпе-бет қылып, жай отқа қойып, әдемілеп қайнатып пісіріп аламыз. Қайнап жатқан кезде үстіне дәміне қарай тұзын салып жібереміз. Және пісіп болғаннан кейін сүзіп алып, бұрышын салып, пюре дайындаймыз. Тындырған қамырларымызды жұқа етіп жайып, осылай дөңгелек пішінде кесіп алып, дайындаған салмамызды арасына салып, әдемі етіп чебуректерімізді бүріп аламыз. Дайын болған чебуректерімізді қызып тұрған отқа салып, екі жағын аунатып, қызартып, әдемілеп пісіріп аламыз. Өте қарапайым, оңай рецептпен дайындап көріңіздер. Өте дәмді болады. Етпен дайындасаңыздар да болады. Видео ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.